17-ші сабағына қош келдіңіздер. Менімен соңына дейін бірге болып, білімді де ақылды бала болыңдар. Сөз және оның мағынасы. Балалар, біз бұл тарауда сөз және оның мағынасына қатысты барлық сабақтарды өтетін боламыз. Ендеше бірінші жаттығуға назар аударайық. Әнуар Дүйсенбаев аталарының ағайынбыз бәріміз өлеңін мәнерлеп оқимыз және үйге тапсырма осы өлеңді жаттап аламыз. Ағайынбыз бәріміз. Жақсылыққа, бақытқа, талпынған әр уақытта. Бала біткен дос бауыр, болмасын еш тосқауыл. Ақпыз, қара, сарымыз, ағайынбыз бәріміз. Ортақ болсын асқар тау, жеміс толы бақша бау. Болсын жер мен су да ортақ, болсын бізге ту да ортақ. Ақпыз, қара, сарымыз, ағайынбыз бәріміз. Қандай керемет өлең жолдар, балалар, видеоны тоқтатып қойып, сендер осы өлеңді тағы да қайтара оқып шығыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Ендеше өлеңде не туралы айтылған, балалар? Қараңдаршы суретке. Өлең мен сурет өз-өзінің үйлесімділігін тауып тұр. Ендеше бұл өлеңде Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілдері тұрады, Солардың барлығы бір отанда, Қазақстан деген отанда тұрады. Бізге ту да ортақ, тіл де ортақ, жер де, су да ортақ. Бірақ біз әртүрлі этностардан құралсақ та, барлығымыз бірлігіміз жарасқан Қазақстан дейтін мемлекетте тұрамыз деп тұр. Дос, ағайын сөздеріне мағынасы жақын сөздерді тауып көрейікші. Мен сендерде үлгісін көрсетемін. Сендер өз нұсқаларыңды көрсетіңдер, Ендеше кеттік. Дос, құрбы, құрдас сөздеріне ұқсас. Ал ағайын, туыстар, туысқан, бауыр, нағашы деген сөздерге ұқсасады. Балалар, тоқтатып қойып, сендер осы сөздерді жазып алыңдар. Егер слайд қажет болатын болса, көрсетілген номерге WhatsApp-қа жазамыз. Екінші жаттығу, көп нүктенің орнына берілген сөзге мағынасы жақын сөзді тауып жаз дейді. Балалар, сәлемдесу сөзіне қандай сөздер жатады? Білесіңдер ме? Жарайсыңдар, балалар. Сәлемдесу сөзіне мысалы амандасу, дидарласу жатады. Ал ұстаз, мұғалім, апай, ағай деп айтуға болады. Тағы да қандай сөздермен айтуға болады? Ал әдемі сөзін сұлу, көрікті сөздермен жалғастыруға болады. Тағы қандай сөздер айтуға болады? Сендердің аналарың қандай? Әдемі, сұлу, көрікті, көркем. Жарайсыңдар. Ал алыс сөзін ұзақ, көздің ұшында деп айтуға болады. Енді жылы, жылдам сөздерін өздерің дәптерлеріңе жазыңдар. Жарайсыңдар. Каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Каналға тіркелсеңдер, менің сабағым сендерге бірінші болып шығып отырады. Үшінші жаттығу. Әр желкенді қайыққа жазылған сөзге мағынасы жақын сөздерді тап. Балалар, тауып көрейікші кәні. Қандай сөздер жазсақ болады? Әдеміге жаңа айтып кеттім, сұлу, көрікті, әсем деуге болады. Ал біздің қазақта қаншама батырлар болған. Қабанбай батыр. Тағы қандай батырлар болды, балалар? Жарайсыңдар, балалар. Ержүрек, қаһарман, батыл деп айтсақ болады. Ал әдепті сөзіне ақылды, сыпайы, ұқыпты деп жеткізсек болады. Ендеше мен сендерге
Арасанбай Естенов көкелеріңнің әдептілік бастауы деп аталатын өлеңін оқып берейін. Ең бірінші сендер мына көрсетілген үшінші жаттығудағы сөздерді көшіріп жазамыз, оқимыз, оларды тағы да қосымша сөздермен толықтырамыз. Әдептілік бастауы. Менімен бірге оқыңдар. Бала дайын ашыққан, жарамайды асыққан, тамақ іше білуге осы кезден машықтан. Тазалықты құнтта, қолды жууды ұмытпа, нанды үзбе бір қолмен, асты үрлеп суытпа. Балалар, бұл атасының немересіне айтқан өсиет сөздеріне толы өлең. Енді осы жерде тағы да қосымша сендерге тамақ сөзіне қандай ұқсас сөздерді айтуға болады? Жарайсыңдар балалар. Тамақ сөзіне ұйқас ас деуге болады, тағам деуге болады. Енді үйге тапсырма. Мақалдың жалғасын тап. Әдепті бала арлы бала, әдепсіз бала. Соны тауып, комментарийге жаза кетіңдер. Каналға міндетті түрде тіркелеміз. Сау болыңдар балалар, келесі кездескенше.